Сәлем достар, бүгін телефонда фонарик ойынын жасап көрсететін боламын. Мен ұлттық бағытты жасамақпын, сол себепті киіз үйді таңдадым. Енді біз киіз үй таңдағанда оның жаңағы барлық жерінде сурет болмау керек, да? Кішкене ашық жерлер болу керек. Мен осы киіз үйді таңдадым. Және оған, яғни енді фонарикті жаққанда оның киіз үйден не көріну керек? Менде жаңағы ұлттық киімдерді таңдадым, ішінде сәукеле. Осылай өзімізге ұнаған сәукелені сақтаймыз, скачать етеміз, және қасына тақия алдым. Қазір енді тақияның суретін сақтайтын боламыз. Мына тақияны сақтап алдық. Енді PicsArtқа кіреміз. Менің барлық жұмыстарым осы PicsArtта жасалады. Енді жаңағы киіз үйді таңдаймыз. Бұған добавить фото деп жаңағы сақтап алған немізді, сәукелемізбен тақиямызды мына ақ ештеңе жоқ жеріне бар ғой, сол жерге орналастырамыз. Удалить фон деп артқы фон кесіп тастаймыз. Сіздер өзіңіз басқа программамен кесіп аласыздар, я болмаса осылай PicsArtпен де кесуге болады. Кесіп алған соң орналастырамыз, я? Мінекей, бізде осы жерде орналасу қажет. Яғни бұл екінші беті болады. Бірінші бетін киіз үйдің өзін, тек қана өзін тақиямен сәукелесіз алып шығарасыз ғой. Мына жерде міне А4-дің несін, ширина, высота дегенді көрсетіп кеттім, қарап отырсаңыздар болады. Так, осылай редактировать деп келесі бетке өтеміз. Сосын жаңағы енді бірі сәукелесіз, бірі сәукелемен тұрған киіз үйімізді алып осылай қоямыз. Екеуі бірдей болу керек. Шығарғанда осылай шығарып қиямызда астыңғы бөлігіне сәукелемен тақия тұрғанды, үстіңгі бөлігіне ештеңе тұрмаған киіз үйді қойып ламинаттайсыз, я? Сол кезде артынан фонарик жаққан кезде жаңағы біздің неміз көрінетін болады. Міне осылай беттестіріп екеуі бірдей болу керек. Осылай бірдей қылып алдым. Мына жерде қазір мен көрсетем. Бірдей болды. Мына жерге барып, міне прозрачностьті қазір бетсем, міне көрдіңіздер ме, артындағы не осылай фонарик жаққан кезде осылай көрінетін болады. Мінекей артынан осылай екеуі қоямыз, біреу беті, біреу асты, я? Енді тағы бір түрін жануарларға арналған осындай үңгірді аламыз, яғни үңгірдің ішінде кім бар екен балалар дейміз, я? Сосын үңгірдің ішіне жануар қоямыз. Негізінде фонарик ойынына қараңғы деппін ғой, қара, темный цвет болмағаны жақсы, көрінбей қалуы мүмкін кейде. Сол себепті кішкене ақшыл, ашық түстер болғаны жақсы. Мен үңгірім дұрыс таңдалмаған, бірақ енді солай кетті. Сіздер кішкене ашықтау, сұр үңгірмі сондай алсаңыздар, ато қасқыр көрінбей қалуы мүмкін. Осылай міне үңгірді қоямыз. Дәл соны жоғарыдан слойдың сурет тұр ғой, соған барып копировать деп екіншісін етеміз. Қоямыз, бірдей болу керек екеуі. Мен сәл үлкейткел. Мынаны үлкейтсеңіз, екіншісін дәл сондай қылып үлкейте алмайсыз, қайтадан копия қылып істейсіз, көрдіңіз бе? Уже өте үлкен болып кетті. Енді қайтадан біріншісін кішірейтем де, екіншісін кетіріп қайтадан копия жасаймын, потому что екеуі бірдей болу керек. Енді қасқырымызды үстіне қоямыз. Артқы фон кесіп, үстіне қоямыз. Мына жерде вверх дегенді басамыз, жоғарыда сонда үстіңгі фонға шығады. Міне,
осылай бірі асты бірі үсті, иә, шығарғанда астына қасқырды жібересіз де үстінде үңгірдің өзі тұрады, солай ламинаттайсыз. Немесе бұл жерде негізі көрінбей қалуы мүмкін десеңіз, былай алып тастап тек қасқырдың өзін шығарасыз да үңгірмен беттестіріп қиып алып астына қоя қоясыз. Солай алып тастауға болады. Қиғанда өзіңіз мына, немесе былай істеп қойға, үңгірдің несімен бірдей қиылу керек қой, солай. Мінекей, телефонда фонарик әдісі бойынша ойынды дәл осылай жасаймыз. Менің YouTube каналымда ноутбукта жасалған көрнекіліктің түрлерін көрсеткен болатынмын. YouTubeқа айдана көрнекі деп іздесеңіз, менің каналым шығады, тіркеліп кетіңіздер. TikToктан да, Instagramнан да видеоларыма лайк басып, комментарий жазып, белсенді болыңыздар.